саламатсыңдар балалар? Отырыңдар. Енді бүгінгі сабағымыз ерекше болғалы тұр. Бүгінгі сабағымызды енді бастамас бұрын топқа бөлініп алуымыз керекпіз. Ал келin бәріміз алдымызда нені көріп тұрмыз партада? Көрдің қараңдаршы. Экспоның символдары, дұрыс. Бәріміз ұнатқан түсімізді аламыз. Кімге қандай түс ұнайды? Ала қойыңдар. Ал енді бірінші экспо деген жазуды алғандар бірінші топқа отырады. Екінші топқа жасыл түсті символды таңдағандар, символ бедесіне таңдағандар отырады. Үшінші топқа сары түсті таңдағандар отырады. Төртінші топқа көк түсті таңдағандар отырады. Ал жылдан отыра қойып. Жылдан отыра қойып, балалар. Бұл түстің бәрі нені білдіреді, балалар, айтыңдаршы? Экспоның символдары. Экспо қашан өтті? 2017 жылы өтті. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Ал енді бүгінгі күнді дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жаза қойып, қарашаның 21-і сынып жұмысы диалект кезіңдер деп. Жазып болдық па? Жазып болсаңдар, балалар, тақтаға назар аударыңдар. Тақтада бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаттары. Айтылым дағдысы бойынша коммуникативтік жағдаятқа сай ресми сөздер мен тіркестер, дайын тіркестер мен терминдерді орында қолданып, диалогқа қатысу, ойын анық жеткізу. Екінші мақсатымыз оқылым дағдысы бойынша оқылым стратегияларын қолдану, комментарий жасау, іріктеп оқу, рөлге бөліп оқу. Үшінші, әдебиет тіл нормалары бойынша оқу мақсатымыз неологизм, термин, диалект сөз, кәсіби сөздердің қолданыс аясын түсіну және ажырата білу. Осы оқу мақсатына байланысты біздің мынандай бағалау критерийіміз бар. Коммуникативтік жағдаятқа сай ресми сөздер мен тіркестер, дайын тіркестер мен терминдерді орында қолданып, диалогқа қатысады. Екінші, мәтінге қатысты оқылым стратегияларын қолданады. Үшінші, диалект сөздердің мәтіннен ажырата алады. Ал енді балалар үй тапсырмасын пысықтау үшін ортаға келейік бәріміз. Өрмекші тор әдісі бойынша үй тапсырмасын пысықтаймыз. Бұл әдісті бұрын сабақтарда қолданғанбыз. Бәріміз үлкен дөңгелек отырайықшы. Қазір өрмекші торын жасауымыз керекпіз. Ал ашыламыз балалар. Симай қиған балалар бар, ашылып тұрамыз қазір. Ары тұра қойыңдар. Енді мен сіздерге өзім бастап сұрақ қояймын. Ал, Айханым, термин сөз дегеніміз не? Ғылым мен техниканы өндіріс және тағы да саладағы арнаулы ұғымдар термин сөздер деп аталады. Ал өзің сұрағын кімге қоясың? Жаңа сөздер дегеніміз не? Жаңа сөздер ол сөздік қорындағы ғылым мен техника және өндіріс пайда болған сөздерді жаңа сөздер дейміз. Ал кімге сұрақ қоясың, Диас? Алинаға. Алина. Термин сөзге мысал келтір. Термин сөзге мысал келтір дейді Алина. Термин сөзге мысал математика, теңдеу, азайғыш, қосылғыш. Ал кімге қоясың сұрағыңды? Жеңіске сұрақ қоямын. Жеңіс диалект сөзге мысал келтір. Ал айта бер. Диалект сөздерге жастық, көпшік, әдебиет тілдегі баламасы және киіз үй, қазақ үй, ағаш үй, қара үй. Ал өзің сұрағын қоямыз. Мен сұрағымды әлжерге қоямын. Жаңа сөздерге мысал келтір. Жаңа сөздерге мысал келтір дейді. Жаңа сөздерге мысал: заңгер, электронды қолтаңба, электронды кілт, демеуші. Ал мына жақта оқушылар қойғыш. Мен сұрағымды Нұридинге қоямын. Термин сөздерге мысал келтір. Термин сөзге мысал келтіреміз. Нұридин. Термин сөздерге қазақ тілден екпін, сөз екпіні және тасымал. Қазақ тіліне қатысты термин сөздер айтты. Жарайсың, тағы да кімге қоясың сұрақ? Мен сұрағымды бұл Нұрасылға қоямын. Термин сөз деген бұл
ғылым және басқа саладағы ұғымдарды термин сөздерде деп айтады. Ал кімге сұрақ қоясың Расыл? Мен сұрағымды Дәуренге қоямын. Дәурен алғаға шықты. Термин сөзге мысал келтір. Термин сөздерге мысалы математикадан көбейту, қосу, бөлінгіштер. Мен сұрағымды Ағекеге қоямын. Жаңа сөздер дегеніміз не? Жаңа сөздер дегеніміз ғылым мен техниканың дамуына байланысты жаңа сөздер деп айтамыз. Яғни неологизм. Ал енді балалар жақсы үй тапсырмасын жақсы біледі екенсіңдер. Кәне осымен доғарайық үй тапсырмасын, өрмекші орын. Ал орнымызға отырамыз. Қылдан. Ал елек сөздер жазып қой бәріміз. Ал енді бәріміз бірінші тапсырмаға қараңдаршы. Бірінші тапсырмада сендерге не берілген? Суреткер берілген, сол суреттерден не көріп тұрмыз? Думан аквариумы, хан шатыр. Бана қараңдар. Думан, хан шатыр. Ал тағы да минус 28 градус деген нені білдіреді? Астананың ауа райын. Су қоры қанша деді? Қараңдаршы. Ол келесі су ма, ол менің су қорым айтып тұр ол жерде бізге. Думандағы суды айтып тұр. Сонда думандағы суымыз 3000 литр екен. Ал ауа райыны минус 28 градустың қасында қандай ауа райын белгісі көрініп тұр? Қараңдаршы. Қар жауатқан. Сонда Елорданың ауа райы қандай екен? Суық, минус 28 градус болып тұрады екен. Енді қараңдар, бүгінгі біздің әдеби тіл нормасындағы тақырыбымыз диалект сөздер. Диалект сөздер дегеніміз белгілі бір аймақ шеңберінде тұратын жергілікті халық тілінде ғана кездесетін сөздерді диалект сөздер дейміз. Диалект сөзінің ерекшеліктерін қараңдаршы. Қолданылу аясы шектеулі, жалпы халыққа түсініксіз. Тек қана Қазақстанның бір облысында ғана қолданамыз ол сөздерді. Басқа облыста ол сөздер басқа аталуы мүмкін. Әдеби тілде синонимі болады. Яғни кез келген диалектті сөздің әдеби тілде баламасы болады. Мысалға, біз жұмыртқа дегенді әдеби тілдегі нормасы, оны біз қалай қолданамыз? Мысалы, Қарасу қолданады. Тұқым дейді, оңтүстіктерде тұқым деп қолданады. Сол сияқты, біз сурет деп қолдансақ әдеби тілде, оны диалектіде сүгірет деген диалект бар. Шелек әдеби тілде бақыр деп атаймыз. Жақсы, тамаша балалар. Ал екінші тапсырма бойынша қазір видеороликті назар аударыңдар. Ал балалар, мына бейнероликке назар аударыңдар. Екінші тапсырмада қағазымызға қаламызды жазып отырамыз керек деректерді. Күтіп отырамыз.
Рахмет, балалар. Тапсырманы орындау үшін тұңғыш ой әдісі арқылы біз ортаға жүргізуші болам деген оқушы бар ма арамызда? Кел Әлішер, келе ғой. Әлішерді мына жерге отырғызамыз. Әлішер бүгін біздің бетпе-бет бағдарламасының жүргізушісі болады. Осы бетпе-бет бағдарламасына топтардан қатысам деген оқушылар бар ма? Қатысам деген қатысушылар. Сұрақтарды мына бейнеролик бойынша қояды. Кім қатысады? Бірінші топтан Дәулет, екінші топтан Жеңіс, үшінші топтан Нұрасыл. Ал, мына жақтан Айған. Ал, сен мына жаққа отырасың, мына жаққа тұрғаның ыңғайлы ма, өзің қалай ыңғайлы? Тұрған ыңғайлы ма? Ал, сен 4 қатысушы. Амандасып қой. Саламатсыздар ма, құрметті қатысушылар. Бүгін бізде тұңғыш ой әдісі. Мен сіздерге қазір сұрақ қоямын. Думан, Дәулет, бірінші саған сұрақ. Думан аквариумда қанша литр су қоры бар? 3 миллион литр су қоры бар. Жеңіс, Астанадағы мәдениет үйі, министрліктер үйі қанша шақырымға созылып жатыр? Астанадағы министрліктер үйі 2 шақырымға созылып жатыр. Нұрасыл, Астана сөзі парсы тілінде қалай аталады? Астана сөзі парсы тілінде кері босаға деп аударылады. Айраным, Думанда қанша тонна теңіз тұзы қолданылды? Астанада Думанда 500 теңіз тұзы қолданылды. Рахмет. Бар, сұраққа дұрыс жауап бермей. Әлішер, дұрыс. Рахмет, балалар. Ал. Өте мұқият тыңдаған екенсіңдер. Отыра қойыңдар, қазір біздің жүргізушімізге не береміз? Талаптарынан нұр жаусын деймін, отырыңдар, балалар. Тапсырманы оқулығымызды ашамыз. Үшінші тапсырмаға қарап отырыңдар. Үшінші тапсырмада бізде тапсырма қалай берілген? Енара оқып қойшы, не дейді тапсырма бойынша бізге? Диалект сөздерді әдеби тілдегі атаумен сәйкестендіріп сөйлем құраңдар. Әдеби тілдегі атаумен сәйкестендіріп сөйлем құраңдар дейді. Енді бізде мына дескриптордан берілген диалект сөздерді ажыратады, сөйлем құрап жазады. Мына диалект сөздерді сіздерге қазір әр топқа бөліп берем, балалар. Бәріміз сәйкестендіру дәптерге орындаймыз, бірақ бірінші топ сын азамдар сөздеріне сөйлем құрайды, екінші топ бақыр сөзіне сөйлем құрайды, үшінші топ сүгірет сөзіне, төртінші топ там сөзіне сөйлем құрап жазамыз. Бірінші сәйкестендіру дәптерге орындаймыз, балалар. Мұқият орындаймыз. Сәйкестендіру дәптерге орындаймыз. Міндетті кесес басандарда сөздерді жазып, сәйкестендіру жасасындар болады. Сау сөзінің әдеби тілдегі баламасы қандай? Шалбар. Шалбар, дұрыс айтасыңдар. Екінші сөзіміз қандай сөз? Азанда. Азанда сөзіміздің әдеби тілдегі баламасы қандай? Таңертең. Таңертең, дұрыс айтасың берейік. Үшінші сөзіміз бізде бақыр. Алина бірінші айтты, Алинаға беріп қояйық. Ал төртінші сөзіміз сурет. Бірақ бұл көтеріп айту керек еді. Келесі, там сөзінің әдеби тілдегі баламасы мерей ол үй. Жарайсың мерей. Бәріміз сәйкестендіріп орындадық па? Сөйлем құраған оқушылар бар ма арамызда? Сөйлем құраған. Ал айта қой, Астана тобының мүшесі ал. Сурет салуда өнердің түрі. Сурет салуда өнердің түрі. Иә, тамаша сөйлем. Ал Нұрасыл оқи қой. Хауызға көптеген бақыр су құю керек. Отыра ғой, жақсы. Ал келесі, бірінші, екінші, үшінші, төртінші топтан бар ма? Әр топ өзіміздің сөзімізге құрамыздерге там, сурет, бақыр. Сурет тобындағы Астана тобы сурет сөзде сөйлем құрап қойды. Ал Диас айта ғой.
сын сөзін ұғадым. Самат жаңа сым алды. Самат жаңа сым алыпты дейді. Жарайсың. Тағы да құраған оқушылар бар ма? Ал дейміз айта ғой. Менің әкем үйді там деп айтады. Менің әкем үйді там деп айтады. Дұрыс. Тағы да кім құрады сөйлейін. Ал Алина оқи ғой. Ағамдар жаңа тамға көшті. Ағамдар жаңа тамға көшті. Ға деген қай септігін жалғау Алина айта қойшы. Тамға дегенде. Барыс септігін жалғау, иә, отыра ғой. Тағы да бірінші топтың сөйлемі. Тыңдаған жоқпыз әлі. Азанда. Менің әжем таң азанмен тұрады. Таң азанмен тұрады. Жарайсың. Тағы да сөйлем құраған оқушылар бар ма? Басқа. Мерей оқи ғой. Азанда бізге сағат 10:00-де сабақ болады. 10:00-де сабақ болады дейді. Ал Менің әжем таңды қазақша аударғанда үй деп атайды. қазақша аударғанда үй деп атайды. Жарайсың. Ал тағы да оқушылар бар ма? Болып қоя. Бәріміз сөйлеп дұрыс құрайық деп ойлаймын, балалар. Ал келесі 4-ші тапсырма. Тақтаға орындайықшы. Бәрімізде 4-ші тапсырмада суреттер берілген, иә? Нені суреті берілген бірінші суретте? Кесе. Екінші сурет? Екінші сүрде қан. Үшінші суретте? Көпшік Жастық. Төртінші суретте? Киіз үй. Осы біз әдеби тілдегі бағаламасына. Енді сіздерге мына жерде несі берілген бұның бәрі? Қасында. Диалектер берілген, иә? Соны жазып тақтаға орындаймын деген оқушылар бар ма? Қараңдар, бірінші, екінші топ диалект сөздер жазады. Үшінші, төртінші топ әдеби тілге жататын сөздер жазады. Бірінші, екінші топ. Кім шатырдар ашқан деген оқушы бар ма? Диалект сөздер жазатын оқушы тақтаға. Ал шыға ғой, Дәулет. Тақтаға орындаймыз. Диалект сөздер жазамыз. Залға бірінші сөзіміз бізде кесе, пиала дейміз. Соның диалектілерін жазамыз. Екінші топтан бар ма? Үшінші топтан? Әлшер келе ғой. Диас келе ғой. Диас саған диалект сөздер жазамыз, е? Пиала. Ал ана жерден бодала ғой, Диас. Әдеби сөздер. Сен диалектілер жазасың. Дәулет. Ал, сен де диалектілер жазасың, е? Кесе, қан. Жастық. Төртінші сөзіміз? Киіз үй. Дұрыс. Отыра ғой. Әлшер тамаша жазсын. Ал, тағы да жазам. Шыны. Секер. Тағы да диалект сөздер бар. Сөйлемде сөздер. Әдемі, көркем жазамыз, балалар. Біздің Абдулла қолы әдемі жазады, салатты. Ал, ер астында әдемі жазады екен. Ағаш үй, қара үй. Бұл қай сөздің диалектілері болып табылады? Киіз үй. Ал, тағы қандай сөз жазасың, Диас? Ал, отыра ойындар болды, е? Тамаша жазды. Жарайсыңдар екеуінде. Топтарынан озы шығып, оза шығып, тақтаға шықтыңдар, е? Ал, бәріміз орындап болдық па, балалар? Диалектілерді ажыраттық па? Әдеби тілдегі сөздерді жаздық, е? Енді 5-ші тапсырмаға назар аударамыз. 5-ші тапсырмада бізде қандай мәтін берілген? Астана төріндегі
Қараңдар. Мәтінді insert әдісі арқылы оқыңдар. Білемін, мен үшін түсініксіз, мен үшін жаңа ақпарат, мені таңғалдырды деген белгілерді қойып, мәтінді оқимыз. Дескриптор мәтінді түсініп оқиды, қажетті белгілерді қояды. Ал мәтінді түсініп оқиық балалар, ішінен термин сөздерді табуымыз керек. Сен білетін ақпарат қайсы? Сен үшін түсініксіз болып тұрған ақпарат қайсы? Соның қасына қарындашпен белгі қойып кетсеңдер болады балалар. Мен үшін жаңа ақпарат. Қайсы ақпарат сен үшін жаңа болып табылады? Оқып болған адамдар белгіні қойып қойғанда айта берсеңдер болады. Мысалға, мен үшін түсініксіз сөйлеп отырған, мына сөйлем. Мен үшін жаңа ақпарат болып тұрған, мына сөйлем деп. Мәтінді мұқият оқимыз. Оқыдық қой балалар? Ал Елнар айта ғой, сен үшін жаңа ақпарат бар ма мәтінде? Мен үшін жаңа ақпарат 160 жылдан астам уақыт ішінде халықаралық көрменің өзіндік мұралары пайда болды. Олар Лондондағы Хрусталь сарайы, Париждегі Эйфель мұнарасы, Венадағы әлемдегі ең үлкен күмбез астындағы Ротонда павильоны. Осы сөйлем мен үшін жаңа ақпарат болды. Жарайсың, отыра ғой. Ал тағы да оқимын деген оқушы бар ма? Алина оқи ғой. Мен үшін жаңа ақпарат бірінші дүниежүзілік көрме Лондондағы Гайд паркте Альберт ханзаданың бастамасымен өткізілген. Ал мен үшін түсініксіз деген, сендер үшін түсініксіз нәрсе бар ма ішінде? Қиын, түсініксіз деген сөйлем бар ма? Ал Мерей айта ғой. Олар Лондондағы Хрусталь сарайы, Париждегі Эйфель мұнарасы, Венадағы әлемдегі ең үлкен күмбез астындағы Ротонда павильоны және тағы басқа. Осы маған түсініксіз болды. Сен енді іздену керек саған, отыра ғой. Ал мені таң қалдырды деген. Сендерді таң қалдырған мәлімет бар ма? Алина оқи ғой. Осылайша әлем жұртшылығының назарын өзіне аударып келген Астана тағы бір қырынан танылуға мүмкіндік алды. Жарайсың. Ал сендердің бұрыннан білетін ақпараттарың қайсы? Мәтіндегі. Мерей оқи ғой. Бүкіл әлемдік экспо көрмесі жаһандық маңызы бар оқиға. Астана халық көрме үшін болашақ энергиясы тақырыбын ұсынды. Мен үшін осы сөйлем бұрыннан түсінікті болды. Түсінікті білесің, ал тағы да Нұрсұлтан айтады. Мен тамадыратын оқиға ол бірінші дүниежүзілік көрме Лондондағы Гайд паркте Альберт ханзадасының бастамасымен өткізілген. Бұл көрменің басты ғимараты таза шыны мен болаттан тұрғызылған. Шыны мен болаттан тұрғызылыпты. Ал енді тағы да сөйлем деген оқушылар бар ма? Білемін. Түсініксіз болды мынау деген. Ал кім сөйлейді? Мен үшін жаңа ақпарат төрткүл дүние түгел елорда төріне жиылып, халықаралық көрме жалауының осында желбіреуі Астананың айшықты сәулеті мен ажарын арттырды. Ал тағы да сөйлем деген бар ма? Ал Мерей сөйлеу ғой. Мен үшін осы уақытқа дейін 64 көрме өткізілді деген сөйлем жаңа ақпарат болды. Жарайсыңдар балалар. Біз оқуымыз мынасын айта ғой. Ал Мен білетінім бүкіл әлемдік экспо көрмесі, ал мен үшін жаңа ақпарат Хрусталь сарайы және Париждегі Эйфель мұнарасы және Венадағы әлемдегі ең үлкен күмбез астындағы Ротонда павильоны. Көптеген нәрселерді білдіге өзімізді таңғалдырған мәліметтерді оқыдық. Соның бәрі ненің арқасында? Оқылым стратегиясын белсенді қолданудың арқасында. Ал енді келесі тапсырмамыз балалар білсін. Бірінші топ қандай, кім деген сұрақтарға сұрақ дайындаймыз. Мәтінге байланысты. Екінші топ қашан, қайда. Үшінші топ қайда, не деген сұрақтарға сұрақ дайындаймыз. Төртінші топ қалай, қайтты деген
сұрақтарға сұрақ дайындаймыз. Бұл сұрақтардың бәрі және оқыған мәтіндеріне байланысты. Сұрақ дайындаймыз. Сұрағымызды дәптерге жазамыз балалар. Сұрақты дәптерге жазамыз. Бағанадан бері сөйлемеген оқушылар бар болса, топта солар сөйлесе, сол оқушыларға сөйлетейік. Белсенді жұмыс жасайық. Мәтінді мұқият оқығаннан кейін сұрақ дайындаған сіздерге қиын емес деп ойлаймын балалар. Кімнің сұрағы дайын? Белсенді оқушылар бар ма сұрақты оқимын деген? Менің сұрағым дайын. Әркім өз тобындағы сұраулар ғана. Сұрау есімдерінен сұрақ құрастырады. Кім айтады? Нұрасыл айтады ғой? Эйфель мұнарасы қайда орналасқан? Эйфель мұнарасы қайда орналасқан дейді. Ал Мерей жауап бермейді. Эйфель мұнарасы Парижде орналасқан. Дұрыс, өте дұрыс жауап берді. Отыра қойып деуге. Ал Диас сұрақ дайын екен. Астана төріндегі экспо көрмесі қашан ашылды? Дұрыс. Қашан ашылды экспо көрмесі? 2017 жылы. 10 маусымда. Ал тағы да қай топтың сұрақтар дайын екен? Болашақ энергиясына қандай энергиялар қолданылды? Қандай энергиялар қолданды деп ойлайсыңдар? Ал кім айтты? Айшер айтады еді? Су, жел, күн. Су, жел, күн. Дұрыс па жауабы? Дұрыс. Жарайсың. Дұрыс жауап берді. Ал оқы ғой. Өз сұрағыңды. Экспо көрмесі не жайлы? Экспо көрмесі не жайлы дейді? Ал Экспо көрмесі болашақ энергиясы. Дұрыс. Мана сөзің өртінде болсын дейміз, саған. Ал қоя айта ғой. Астана экспо қалай ашылды? Астана экспо қалай ашылды дейді. Сол ашылған сәтті көргендеріңіз бар ма тікелей эфирден сол кезде? Қалай ашылды? Ал Астана көрмесі асқан салтанатпен ашылды. асқан салтанатпен ашылды дейді. Жұлдыздың оғынан тосын дейміз Алинаға. Қара жаяу емес екен, сұрақтардың бәріне жауап береді екен, бүгін Айшер. Ал Елнара. Астана экспо көрмесі қайда ашылды? Қай қалада? Қай қалада Астана экспо көрмесі? Ағылшын жауап берсін. Экспо көрмесі ол Астанада ашылды. Астанада ашылды. Топтар болса білмейміз. Ал Мерей. Лондондағы Хрусталь сарай, Париждегі Эйфель мұнарасы қашан пайда болды? Қашан пайда болды дейді. Нұрсұлтан жауап берем дейді. Жалпы жылдан астам уақыт ішінде осы Лондондағы Хрусталь сарайы, Париждегі Эйфель мұнарасы және тағы да басқалар ашылды. Өнерін өрге жүзсін дейміз. Ал тағы да Ерасыл сөйлесінші бүгін ал. Экспоға қанша адам жиналды? Экспоға қанша адам жиналды дейді. Сайдың тасындай бол дейміз. Ал Әлше жауап берем дейді. Экспоға жан-жақтан көптеген ұлттардан 1 миллиондай адам жиналды. 1 миллиондай адам жиналды дейді. Бәрін сұрақ қойдық па? Бәрін сұрақ қойдық па? Сөйледік қой балалар. Ал енді келесі тапсырмаға назар аударамыз. Келесі тапсырмамыз біздің 4-ші тапсырма. Ал келесі тапсырма қараңыз, кітап оқулыққа қараймыз. Енді біз мынау графикалық органайзер әдісі бойынша жұмыс жасаймыз балалар. Мен сіздерге графикалық органайзерлерді берем қолдарыңызға. Сендер соған мәтіндегі термин сөздерді теріп жазамыз. Мына бәйтерек жүйесінде графикалық органайзер. Мынау Экспо 2017 көрмесінің бейнесіндегі сөз табы. Термин сөзді анықтаймыз. Соның сөз табын атын термин сөздің мағынасын. Сіздерге екеу берейік, бесеу екесіңдер. Мәтінен термин сөзді анықтаймыз. Графикалық органайзер әдісі арқылы. Сол термин сөздің атын ішіне жазамыз. Ол қайсы табы? Ол мағынасы қалай деп ойлайсыңдар?
Бәлкім жеңіл термин сөз. Терминді бағана айттық қой, өздерің айттыңдар, ғылым мен техниканың түрлі ғылым саласына қатысты сөздерді термин сөздер деп атайды екенбіз. Жаңадан диалекттерді ажыраттық, енді термин сөздерді ажыртайық, мәтіндегі. Сөздікпен жұмыс жасасындар болады балалардың үстіне мен сөздігімен. Егер де сөздің мағынасын білу қиындыққа туғызса сіздерге. Соғыттан бірге ақылдаса отырып жұмыс істейміз балалар. Мұқият орындаймыз, термин сөздерді дәл анықтаймыз. Ал екінші топ думан тобы аяқтап тікар. Кім оқиды? Ал оқи ғой. Қандай сөз термин сөз жазыңдар сендер? Термин, энергия. Энергия. Энергия деген термин сөз жазып ал. Сөз табы зат есім. Зат есім. Сөздің мағынасы күш, қуат көзі. Күш, қуат көзі. Көрсетші қандай жазғанды бізге. Жарайсыңдар, отыра қойыңдар. Тамаша топ жұмыс орындардар. Ал екінші топты. Сөз табы зат есім. Термин сөздер күн, жел, су. Сөздің мағынасы бақыр, шелек, жұмыртқа, тұқым, сүгірет, сурет, үй, там. Ал сендер қандай сөз жазыңдар? Күн, жел, су деген сөздерден деп ойлаңдар, зат есім. Дұрыс. Ал келесі сендер қандай сөз жазыңдар? Алина, оқыр ғой. Термин сөздері автомобиль, энергия, су, жел, күн, телефон, экспо. Телефон деген сөзді. Сөздің мағынасы автомобиль. Рельсі жоқ, жолдармен жүк тиеп адам тасуға арналған. Дұрыс, отыра ғой. Ал бірінші топтан қандай сөз жазасыңдар? Сендер Лондон, Вена, Париж деген дүниежүзілік деген сөздер жазды. Ал бұл сөздердің мағынасын Лондон, Вена, Париж деген термин сөздер жатқызыңдар. Бұлар негізі қала атаулары болып табылады балалар. Ал кім сөйлеймін дейді? Ал бізде тағы бір графикалық ажырған секілді кетті. Термин сөздері Хрусталь сарайы, Эйфель мұнарасы. Сөздің мағынасы азандар таңертең, киіз үй қазақ. Отыра ғой. Бәріміз онда күтіп қояйық. Ал балалар келесі тапсырмаға назар аударамыз. Қазір бір сурет 5 сұрақ әдісі бойынша сендерге 5 топқа 5 түрлі сурет мозаикалар тапсырылады. Сендер содан сурет құрастырамыз. Сол бойынша сендер жұмыс жасаймыз. Ал бірінші топқа мынандай берді, екінші топқа. Ал Дәурен, ала қойыңдар. Үшінші топқа. Сурет құрастырамыз. Құрастырып, одан сол суретке қатысты 5 сұрақ дайындаймыз. 5 сұрақ дайындаймыз. Қандай сурет шықты? Суреттің атын айтасыңдар. Ал бұдан сурет құрастырамыз. Қай жұмысы? Асара топ аяқтатты, Ханшаты топ аяқтатты. Бірінші топ бізде экспо топ аяқтатты. Аяқтатпа жұмыстарымызды бәріміз. Ал енді сағат тілмен бір-бірімізге суреттерімізді ауыстырамыз. Қағаздарымызды жылдан. Сендер ана жаққа тоғындар. Бір суреттерімізді жауап береміз сұрақтарға. 5 сұраққа 5 оқушы жауап берсеңдер болады, ауызша. Балалар міндетті түрде жазбаша емес, ауызша жауап берсеңдер болады. Бірінші сұраққа мен, екінші сұраққа мына жауап беремін деп. Ауызша жауап берсеңдер болады. Сурет алып, оқушы береміз.
Сұраққа дайынсыз ба? Сұраққа дайынсыз ба? Бірінші топ мүшелер дайын екен. Бірінші топқа қандай сурет келген? Думан океанариумы келген, иә? Ал Думандар неше теңіз жәндігі өмір сүрген? 2000 теңіз жәндігі өмір сүреді. Думан су қорсы қанша миллион? 3 миллион. Думанның теңіз тұзы тоннасы қанша? 120 тонна тұзы кетеді. ал Дәурен сен сұрағын. Оқы бәрін жауап беріп қой? Иә. Ал отыра қойды. Қай сұрақтар қалды? Қандай сұрақ қалды? Қай қалды? Думан Океанариумы қай қалада орналасқан деді? Астана қаласында. Тағы қай сұрағың қалды? Ал Думанда қанша акула түрі бар? қанша акуланың түрі бар екен? Білеміз бе Дәурен? Білмейміз дейді. Ал өзіміз айтамыз ка? 62 дейді. Акуланың 62 түрі бар дейді. Біліп жүретін болады Дәурен. Ал төртінші топ дайын екен, қанша топ келді? Тыңдаңдар балалар. Ал бірінші сұраққа не дейді? Сендерге қандай сурет түсті? Бәйтерек не? Биіктігі қанша метр? 97 метр. Екінші сұраққа. Қай батырын қорғаған ертөстік? Ертөстік етегі. Үшінші сұрақ. Бәйтерек қай қаланың символы? Астана қаласы. Астана. Төртінші сұрақ. Бәйтеректі шарымен санағанда неше метр түседі? 105 метр дейді. Бәйтерек ағашының басын қай киелі құс жұмыртқалаған? Самұрық құсы. Тамаша отырыңдар. Келесі үшінші топ келеді. Топқа Экспо көрмесін сурет түсті. Ал қандай сұрақтар келген? Экспо шарының ішінде не бар? Көрме бар дейді. Экспо көрмесі қайда орналасқан? Астанада. Экспо көрмесі қашан ашылды? Не күннен ашылды? Экспоға қанша адам жиналды? 1 миллиардтай адам жиналды. Дұрыс қой, иә? Отыра қойды. Ал екінші топ қана келді. Ал сендерге қандай сурет түскен? Ақорданың сурет түсті. Ал оқи қой сұрақты. Бұл ғимаратты кім басқарады? Нұрсұлтан Назарбаев. Ақорданың төбесінде не бейнеленген? Ақорданың төбесінде қыран құс бейнеленген. Қыран құс дейді. Ал Ақорда жайлы не білесің? Астана қаласында орналасқан. Ақордада кім жұмыс істейді? Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев. Бұл ғимараттың аты кім? Ақорда. аты қалай аталады деп қой. Ақорда, иә? Отырыңдар балалар. Енді бағана тобымызда белсене қатыспаған оқушылар бар ма? Сол оқушыға мына сұрақты береміз. Кім? Әр топта бір оқушы болады. Мына сұрақты саған береміз. Ерасылға береміз. Мына сұрақты Анерге береміз. Ал мына сұрақты сен боласың, иә? Сен болды жауап береді. Ал дайынбыз ба оқушылар? Дайынсыз сен бұл? Дайында оқушылар бар ма? Ане жауап береді. Үшінші топтан. Ане. Сендерге мысал келтір. Жұмыртқа, тұқым, шелек, бақыр. Тамаша, отыра ғой. Ал екінші топтан, бірінші топтан бар ма? Ал айта ғой сен бұл? Неологизм дегеніміз не дейді? Сөздің құрамындағы ғылым мен техниканың қоғамның дамуына байланысты пайда болған сөздердің неологизм деп атайды. Ал отыра ғой. Тағы да екінші топтан қалды. Ал Мерей айта ғой. Белгілі бір аймақ шеңберінде тұратын жергілікті халық тілінде ғана кездесетін сөздерді диалект сөздер дейміз. Тамаша жауап, отыра ғой. Ал бүгінгі сабағымызға резервті жасау үшін мына кері байланыс парақшаларын алыңдар балалар. Ал Ерасыл айта ғой. Ғылым мен техниканың өндірісі және тағы да басқа саладағы арнаулы ұғымдар.
Бұлар не деп аталады? Келмейтін сөздер. Келмейтін сөздер деп аталады. Кері байланыс парақшасында не жақсы өтті, не жақсы өтпеді, өзіңіздің қандай күшті жақтарыңызға арқа сүйедіңіз, нені өзгерткіңіз келеді? Жазамыз немесе ауызша айтсақ болады. Кәні балалар? Ауызша айтсақ болады, жазбасақ? Жазып қалдырып кеселерде болады. Кәне ауызша айтам деген оқушы бар ма? Ал мере айта қойшы. Кері байланыс. Не жақсы өтті. Бүгін біздің сабақта топтық жұмыс жақсы өтті. Жақсы өтпеген ештеңке болмады. Өзіңнің қандай күшті жақтарыңа арқа сүйедің. Мен өзімнің сұрақтарға жауап бергеніме арқа сүйедім. Нені өзгерткіміз келеді. Менің ештеңкені өзгерткім келмейді. Саған не ерекше қиын болды. Маған ештеңке қиын болмады. Саған ең пайдалысы не болды? Маған өрмекші торы ұнады. Өрмекші торы ұнады. Мереге тағы айтам деген оқушы бар ма? Ал. Не жақсы өтті, өрмекші торы, не жақсы өтпеді, бәрі жақсы өтті. Өзіңіздің қандай күшті жақтарыңызға арқа сүйендіңіз, сұрақтарға жауап бергеніме арқа сүйендім. Жарайсыз. Нені өзгерткіңіз келеді, ештеңе өзгерткім келмейді. Саған не ерекше қиын болды, ештеңе қиын болған жоқ. Саған ең пайдалысы не болды, өрмекші торы? Ал, жеңіс айтады. Не жақсы өтті, бір сурет, бес сұрақ. Не жақсы өтпеді, бәрі жақсы өтті. Өзіңіздің қандай күшті жақтарыңызға арқа сүйедіңіз, ақылыма. Нені өзгерткіңіз келді, ештеңені өзгерткім келмеді. Саған ерекше қиын болды, түк те қиын болған жоқ. Саған ең пайдалысы не болды, экспо туралы мәтін. Мәтін қызық болып дейді. Ал, Әлшер оқиды, сонымен тамамдаймыз балалар. Кері байланыс. Не жақсы өтті, TV шоу, не жақсы өтпеді, ештеңе. Өзіңіздің қандай күшті жақтарыңызға арқа сүйеніңіз ақыл, нені өзгерткіңіз келеді, ештеңені. Саған не ерекше қиын болды, ештеңе. Саған ең пайдалысы не болды, өрмекші торы. Бәрімізге өрмекші торы мен TV шоу әдісі ұнады, балалар. Енді бүгінгі сабаққа белсене қатысқандарына рахмет айтам. Бүгін сабақта оқу мақсатына түгел бағытталған жұмыстардың бәрін дұрыс орындадық дейміз. Бағалау критерийіне жеттік деп ойлаймын, балалар. Енді үй тапсырмасына 60 тапсырма. Қараңдаршы. 3 сурет берілген, 3 суретке қатысы сөздер берілген. Сол сөздерді біз не қыламыз? Толықтырып жазып келеміз, Кері байланыс парақшаларды алдымызға өткізесіздер сабақтың соңына. Бүгін сабаққа қатысқандар үшін рахмет. Сау болыңдар, сабақ аяқталды балалар.